Қош келдің Рамазан. Сәлем достар, оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін біз оразаның 11-ші күніне арналған меню ұсынамыз. Біз күнделікті тамақтарымызды жоспарлап қойған жоспарымыз бойынша келе жаттық. Ал дәл бүгін біз жоспарымызды өзгертеміз. Себебі дана мен рожки жеймін, мен басқа тамақтар уже жегім келмейді деп. Сосын бүгін біз рожки пісіреміз, бірақ етті қуыра салып, бетіне рожки сала салып ондай емес. Сәл өзгертеміз. Бізге ет керек, пияз керек, қызыл тәтті бұрыш керек, бірнеше бас сәбіз, бірнеше бас қызанақ, соя соусы, қуыру үшін май, тұз және кориандр. Етке өте үйлесімді тұздық. Сонымен ең бірінші қызып тұрған қазанымызға майды құйып алудан бастаймыз. Майдың жартысын құямыз, бір кесе майдың. Қызып тұрған майымызға ұсақтап туралған ет салып қуырамыз. Араластырып, табанына жабыспағанша, бірақ өзінен бөлінген еттің сөлі тартылғанша қуырамыз. Қуырылып жатқан етке тұз бен дәмдеуішімізді салып жібереміз. Барлығын емес, кішкене бөлігін алып қаламыз. Міндетті түрде екі ыдыста дайындаймыз. Бір қазанымызда, кішірек қазанымызға ет қуырып, үлкен қазанымызға рожкині пісіретін боламыз. Макарон өнімінің қатты сортынан дайындалғанын таңдасаңыздар, ол кезде езілмейді және жеген кезде пайдасы да болады. Кішкене отты ақырындатып, беті ашық күйінде қалдырамыз. Енді тағы да қызып тұрған қазанымызға май құямыз және оған ұсақтап текшелеп тураған пиязымыз бен тәтті бұрышымызды салып қуырамыз. Ақырындап қуырыла бастағанда бұған ұсақ үккіштен өткізілген сәбізімізді саламыз. Жақсылап қуырамыз. Түсі шыққанша күйдірмей қуырамыз. Пияз, сәбіз, тәтті бұрыш кішкене ылғалданады, өздері суын бөліп, одан кейін құрымайда қуырылып бастаған кезде бұған макарон өнімін саламыз. Кез келген қалыпта болуы мүмкін, ірірек, бұдан ұсақтау. Осыны салып, қатты отта бұны да қуырамыз. Бетіне қалған тұзымызды азғана бір шай қасықтай қоссаңыздар болады. Араластырып тұрып, бұндағы макаронымыз сарғайып, қызарып бастағанға дейін қуыруды жалғастырамыз. Араластырамыз, жиі себебі бір беті қамқор боп саған хақтағала жәрдем етер мұсылманға қысылғанда. Ораза оттың қалқаны ұстасаң бағын артады. Кешірім сұрап жалбарынсаң араласың. Макаронымыз дайын. Осылай дара-дара болып піседі. Қатты емес, жұмсақ. Аса көп араластыра берудің қажет жоқ. Мен сіздерге көрсету үшін араластырып жатырмын. Піскен бойда бұны пештің табынан алып тастаймыз. Пештің табында жылуында қалып қалса, ол кішкене езіліңкіреп кетеді. Немесе мұндағы бетіне еті піскен кезде сол уақытта пісуге жақын уақытта пісіріп алуларыңызға болады. Тамағымыз бетіне біраз су құйып, еттің ұзақ уақытқа кететіндіктен, қайнауда тұратындықтан су құйып асықпай қайната береміз. Ендігі кезек салатта бүгінгі біздің салатымызға қажетті нәрселер: қияр, 2 жас қияр, киви, қатты ірімшік, жүгері консервіленген, 2 немесе 3 жұмыртқа және аз ғана майонез, қаласаңыз тұз қосуға болады. Салаттың жасалу жолы өте қарапайым, соған жылдам әрі
Соған қарамастан өте дәмді әрі тоқ салат. Міндетті түрде ет қосылған тамақтардың қасына тауық қосылған, сондай салаттарды жасаған кішкене тиімсіздеу, сондықтан мен құрамына ет, тауық, қайнатылған сондай нәрселер қосылмайтын салатты таңдадым. Жұмыртқаны шайқап аламыз. Азғана сүт араластыруыңызға болады, 30 граммға дейін, немесе су араластыруға болады. Жақсылап шайқап аламыз, сусыз, сүтсіз. Және оған 2-3 ас қасықтай суымызды құйдық, тағы да араластырамыз. Біркелкі масса болу керек. Бұл уақытта біздің табамыз қызып тұрады. Құрғақ табада өте жұқа 2 немесе 3 жұмыртқаны пісіріп аламыз. Табамыз қызған сияқты. Қаласаңыз тәрелкеге немесе бірден турайтын осындай тақтайшаңызға түсіріп алуға болады. Жұмыртқаларымызды қуырып болдық. Бізде 4 осындай омлет шықты. Кішкене суытамыз. Енді салатымызды жасауға кірісеміз. Барлық салатқа қосатын нәрселерімізді ұзыншалап турап аламыз. Ұзыншалап тура алмаған жұмыртқаны және ірімшікті ыдысымызға саламыз. Енді қиярды да дәл солай біраз ұзындау етіп тураймыз. Қиярымызды да салдық. Енді кивиді ұзыншалап турап аламыз. Енді қосамыз. Бетіне мол етіп жүгерімізді саламыз. Жүгеріні салып болғаннан кейін майонезімізді саламыз. Майонезді аса көп қосудан қажет жоқ. 1 ас қасық, осы мөлшерге 2 ас қасық сол жеткілікті, 1-1,5-2 ас қасық. Және барлығын араластырамыз. Салатымыз дайын, салып алдық. Столда түрі әдемі көріну үшін бетіне 1-2 осылай сәбіз, түрлі түсті нәрселер сеуіп жіберуге болады. Ас көктер, қызанақ қойып жіберуіңізге болады. Салатымыз дайын, тамағымыз дайын болайын деп қалды. Енді салатымыз да дайын. Енді біз шайға ішуге бір нәрсе дайындаймыз. Нәрсе емес, тіпті бірнеше нәрсе. Біз күнделікті оразаның 11 күнінде де ұлттық тамақты қолдануды ұмытқан жоқпыз. Әрине бұның орнына кез келген бисквит, немесе торт, немесе түрлі печеньелер пісіре салуға болады. Ал бірақ біз осы ұлттық тағамды дәріптеу мақсатында осы жент пен майсөкті жасағымыз келіп тұр. Бұған дейін бірнеше кісілер сұраған да еді Instagram парақшамызда. Сонымен майсөк біздің ұлттық тағам, майсөк пен жентті жасаудан бастаймыз. 250 грамм сөк, 250 грамм талқан, сөктің талқаны, бидайдың талқаны, жүгерінің талқаны болып бірнеше түрлі болады талқан. Соның ішінде бізге ең қажеттісі, ең пайдалысы бұл сен жасалған талқан. Сөкті бір көрермендер сұрап жатыр, ол не тарыма деп. Тарыны жуып, қуырып, оны келіге салып, түйіп, одан кейін желге ұшырып, қабығын солай жасалғаннан кейін мынандай тары пайда болады. Бұны тіспен дәл қазір қытырлатып та жей беруге болады, өте дәмді. Немесе майға, сүтке, шайға салып жеуге болады. Және қолдың сары майы керек. Қолдың сары майы жоқ болатын болса, кәдімгі пайызы өте жоғары, майлылық пайызы, сондай майларды қолданасыздар. Майымызды ертіп қайнатудан бастаймыз. Бұл аралықта сөгімізді жуып аламыз. Майымызды ертіп қайнауға қайнайын деп жатыр тіпті. Оған дәл осы майдың көлеміндей сүт құямыз. Бізде қазір кішкене талқанымыз жетсіңкіремейтіндей болса, оны да қосамыз үстіне. Негізі женттің сұйықтығын өздеріңіздің қалауларыңызша жасауға болады. Және оған 2, 3, 4, 5 ас қасықтай қант қосуға болады. Оның орнына бал қоссаңыздар болады, мейіз, жаңғақты үгітіп қосуға болады. Біз бүгін ең қарапайым, ең оңай түрін дайындаймыз. Қанты еріген кезде сөгіміздің үстіне алып құямыз. Қайнатпай-ақ қойсаңыздар болады, ыстық күйінде құя беруге болады. Сөктің ыдысын пешке қоюға болатын ыдыс таптым, соған ауыстырамын қазір.
ойлаған май мен сүттің астына құя қоям деп. Одан бірден тағы да сүтті құйыңқыраймыз. Осы күйінде пешке қайнатуға қоямыз. 3-4 минут қайнатсақ жеткілікті, май сөгіміз дайын болады. Енді біз қалған май мен сүтті мұндағы талқанымыздың үстіне құямыз. Және араластырып тұрамыз. Женттің астының пешін өшіреміз, оттың табына ғана қоямыз. Иісі әдемі, өте тартымды, өте тәбетті ашатын иіс. Жентіміз дайын. Бұндағы қазір бөгіп, кішкене бізде бұдан құрғақтау болады. Қаласаңыздар кішкене сұйықтау етіп жасап, басқа ыдысқа салғанша 5-10 минут күтуге болады. Қалаған формаңызға келтіріп, столға тәтті ретінде ұсынсаңыз да болады. Енді біздің кезек майсөкте. Майсөкті ақырын 1-3 минуттай қайнатамыз. Майсөк дайын болам дегенше біз жентімізді салып аламыз. Осындай қалпын ұстайтын. Кішкене ыдысымыздың астына жабысыпты. Олар ыдыстың түбіне жабысқан жері өте дәмді. Мен бала кезімде сарысу деген қолдан жасалынатын тәттіні жеп көргенмін. Соның дәмін менің есіме салады. Ірімшікті қызыл ірімшік деп айтады бір аймақта. Соны қайнатқан суды түбіндегі қалған суын жинап сарысу деген батончикке ұқсас па, шербетке ұқсас па, енді неге теңерімді білмеймін қазіргі күнгі тәттілерден. Сондай бір сары сүтті тәтті дайындайтын, табиғи тәттіні қант қоспайтын, оған қайнату нәтижесінде алатын сол сиырдың үстінен. Дәл соның дәміне ұқсайтын болып, түбіне қатқандары соның дәмін есіме салады. Егер сізде дүкеннің майы болатын болса, аз-маз тұз салғаныңыз жөн. Менде қолдың майы, құрамында өзінің тұзы бар. Сонымен дәмі өте керемет. Салып алдық. Мұндағылар ең тәттісі. Жентіміз дайын. Бетін тегістеп, әдемілеп. Кішірек ыдыстармен де столға ұсынуға болады, кішірек тәрелкелерге. Жентіміз дайын, енді май сөгімізді көреміз. Май сөгіміз 2-3 минуттай қайнаған сияқты. Және отты өшіріп, осы пештің табында қалдыра тұрамыз. Қақпағын жауып, ол өзі әбден бөгіп, суып, бабына келеді. Май сөгіміз әбден бабына келіп тұрды. Бұған дейін дайындап қойған ыдысымызға салып аламыз. Өте жұмсақ. Ала қой. Қалғанын сәресіге жеуге болады. Және бұған дейінгі пісіріп қойған ростимізге пісіп тұрған етті төңкеріп саламыз. Төңкеріп салып, жақсылап араластырып жібереміз. Бірден пісіп тұрған еттің бетіне рошкит салып пісіре салғаннан осылай салған өте жақсы. Шашырап тұрады, бір-біріне жабыспай тұрады, әрі тек қана еттен жасалған қуырдақ сияқты жас қуырдақтың дәмі болады. Және түсі де аппақ, тек қана немесе томатқа қызарған сияқты түс емес. Сәбіздің қуырылғандағы түсі сарғыш түс. Енді осыны ыдысымызға салып аламыз. Бірден төңкеріп салмай, мен арнайы қасықпен салып жатырмын. Қасықпен салған кезде де езілмейді сондай. Сонымен бүгінге макаронымыз дайын. Сонымен бірге шайға жентіміз, майсөгіміз, қызанақ салаты және осындай майонезбен араласқан, киви қосылған, қияр қосылған салатымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын, оразаларыңыз қабыл болсын.
арнамызға тіркеліп лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Рахмет достар.